Сәлем, достар. Фатима келсін қазір. Күшті нәрсе айтам, күшті лайфхак айтам сендерге. Бүгін біз нағыз шиенің сезоны. Қазір шиелер пісіп тұр. Осындай үйлеріңізде шиені не істейміз деп тұрған болсаңыздар, біз сіздерге күшті лайфхак көрсетеміз. Қазір тура менің балалық шағымда істеген нәрсе бұл. Қазір көрсететін боламын. Бізге ол үшін алдымен осындай 0,5 баклажкадан екеу керек болады. Енді негіз біреу де болады, просто бізде Фатима Каусар екеу болған соң осындай 0,5 баклажка керек болады бізге. Так, осының ішіне қазір шие теретін боламыз. Шиелерді қараңыздар, пісіп осындай, сіздердің үйлеріңізде де осылай толып тұрған шығар. Қазір күшті нәрсе көрсетеміз. Давай қыздар, баклажканың ішіне шие тереміз. Толтырып жібермейміз, кішкене жартылау қыламыз, мақма? Жартыға да жеткізбейміз. Жартыға жеткізбей тереміз. Міне, достар, қараңыздар, осындай толтырмаймыз. Примерно осындай етіп теріп алдық шиені. Енді қазір не істейтінімізді көрсетеміз. Достар, енді осының қақпағын жақсылап жауып алып, қатты бар күшімізбен шайқаймыз бұлай. Қатты шайқайтын боламыз. Суын шығаруымыз керек. Давайте. Қып-қызыл болғанша. Қатты істей беріңдер осылай. Міне. Қысып жауабаңдар да, осылай істей беріңдер. Так, енді ашамызда. Бұған енді 3 қасық шекер салатын боламыз. Давайте, 3 қасық шекер саламыз. Қасық шекер салатын боламыз. Енді Каусар сен сал. Міне шекерімізді салып алдық. Енді бұған үстіне су құятын боламыз қазір. Достар, естеріңізде болсын, кипяток немесе суған кипяток немесе фильтрованный су құйыңдар. Өйткені кранның немесе арықтың суын құятын болсаңыздар, іштеріңіз ауырып қалуы мүмкін. Міне бізде дайын болды. 3 қасық шекер салдық және фильтрдегі судан құйдық біз. Енді кішкене араластырамыз да. Ашып, ішіп көріңдер енді, қыздар. Давай, қыздар. Компотқа ұқсапты ма, ұқсамапты ма? Каналица емес та қойшы. Бұл табиғи компот. Дәмі күшті. Күшті болған ба дәмі? Еще кисі ғой? Кисі болып қапты ма? Тағы да кішкене шекер қосып жіберу керек екен, Бұны розовый болып тұрмын.